Баршаңызға сәлем. Менің есімім Тәттігүл болады. Өткен видеода өзімнің басымнан өткен жағдайды бөліскен болатынмын. Бүгін жалғасы. Алдында бір себептерге байланысты толық видео түспей қалыпты. Бүгін қайтадан жалғасын түсіргелі отырмын. Бұл видеоны түсірудегі жағдайымды баяндаудағы мақсатым, менде осы сәби шетінеген бірінші рет болып тұр, және кішкентай аптада емес, үлкен аптада өте ауыр. Менде өзімнің сияқты келіншектерді іздей бастадым интернеттен, түрлі форумдарды қарап. Сонда өзімнің жалғыз емес екенімді білдім. Яғни күн сайын, сағат сайын жалпы әлем бойынша бала шетінеуі жоғары болып тұр екен. Оның себептері әртүрлі, әр адамда әртүрлі жүктілікте. Сөйтіп, мен өзімді сабырға шақырып, аз да болса, яғни бұның бәрі менің кінәмнан емес екенін түсінгім келді. Себебі мен өзімді қатты кінәлі сезіндім. Өзімді өте қатты кінәлі сезінгенім соншалық өте ауыр депрессияда болдым. Содан кейін осы ютубқа, гуглға теріп, сондай жағдайларды оқып, біліп, бірақ көбіне орыс тілді ақпараттар екен, орыс тілді видеолар, осындай келіншектердің, осындай басқа ұлт өкілдері орыс тілінде түсірген. Сосын мен айттым, қазақ келіншектеріне қазақша өзімнің жаңағы жағдайымды айтып, қалай жұбату керек, қандай бұл жағдайда дальше қалай өмір сүру керек, не істеу керек деген сияқты сәл де болса теңіздегі тамшыдай өз үлесімді қосқым келеді. Егер сіздің аяғыңыз ауыр болса, қорықпаңыз, себебі әр жүктілік әртүрлі өтеді. Даже бір келіншектің 6 баласы болса да 6 рет жүктілік 6 түрлі болады. Толғағы да әртүрлі болады деген сияқты. Енді мен сол қызымды сол әңгімеден жалғастырайын. Жерледік, Фатима деп есім қойдық. Бала құшағыма біткен кезде бірден ойыма осы Фатима есімі келген болатын. Және қыз күткен болатын, біз Аллаға шүкір, Алла қыз берді. Сөйтіп есім ойластырып, сөйтіп сол больницада, реанимацияда жатқанда маған айтты, есім қойдыңыздар ма деп. Мен бірден Фатима деп айтып, соны жерледік. Содан мені бір күннен кейін палатаға шығарды реанимациядан. Сосын арғата емімді жасады, жалғастырып. Содан кейін кесарево сечение арқылы босандым ғой. Содан операциядан кейін сол больницада 8 күн жаттым. Жіпті алды. Жіп менде косметический емес, кәдімгі жіп шешу керек, ағыту керек жіп. Соған дейін күтіп жаттым, емделдім. Сонда мені бір таңғалғаным, роддомда бұндай келіншектермен, бұндай жағдайға түскен келіншектермен психолог жұмыс жасамайды екен. Енді психолог, мен ойлаймын, әрбір мекемеде, заведениеде бар деп, бірақ мен онда психологты көрген жоқпын, келген жоқ. Сәл де болса бір көмек беретін, поддержка беретін адам іздедім. Менің бір ойым, жалпы сондай жағдайға тап болған келіншектерге роддом тарапынан бір жақын, сол келіншекке, әйелге жақын адамды кіргізіп, оңаша бір бөлмеде қалдырып, жаңағы әйелдің барлық эмоциясын сыртқа шығаруына сол күнде, сол бір жетінің ішінде, 1-2 күнде сондай мүмкіндік берген дұрыс деп ойлаймын. Себебі мен ана жерде жападан жалғыз қалдым, бөтен ортада, танымайтын жерде. Кімді құшақтап жыларыңды білмейсің, қалай өзіңді жұбатарыңды білмейсің. Енді адамдарда, медсестрада қолынан келгенше жұбатты, өйткені мен көп жыладым. Отырып жылай салам деген сияқты. Сонда келіп маған қолдау сөздер айтты. Бірақ ондай жағдайға түскенде қолдау сөзден көрі ол адамды ұзақ құшақтап,
үн-түнсіз тұрған әлдеқайда көмектеседі деп ойлаймын. Сондай жағдай менде болмады. Мен жолдасымды көргім келді, бетпе-бет жүздесіп көріп, сол кезде барым немді эмоциямды шығарып сөйткім келді. Жыласам да соның көзінше жылап сөйтіп. Содан больницадан шықтым. Больницадан шыққанда жолдасым, балаларым келіп шығарып алды, үшеуі. Аллаға шүкір, вот сол кезде мен тағы да жыладым. Тағы да маған психологически қиын болды, өте қиын болды. Сөйтіп ауылға келдік. Содан келгеннен кейін 2 апта қалай өткенін білмеймін үйден. Баланы сағынам, ойлаймын, іздеймін. Уже аяғым әлі ауыр сияқты, сене алмаймын, өйткені қозғалған бала ғой, онда күнде бәлен рет қозғалады. Қимайсың, өзімді кінәлі сезініп деген сияқты. Сөйтіп әртүрлі интернеттерді ақтарып, сөйтіп видеоларды қарап, сөйтіп енді өзімді сәл тіршілік жасайды демекші. Сөйтіп осылай сәл де болса өзімді жинауыма тура келді. Сол терең тұңғиық депрессиядан өзімді шығарып алуым керек болды. Енді мен айтарым, және сол больницада жатқанда маған айтты, көмек болады деді. Өйткені мен 30 аптаға жеткен жоқпын ғой. 30 аптада обычно декретке шығады, содан кейін больничный лист толтырасың. Ал мен 30 аптаға жеткен жоқпын, 25 апта. Енді мен еңбек демалысында болдым, өзімнің жұмысымның. Содан кейін декретке шығуым керек болатын. Содан кейін мен уже санаулы күндер қалды, жұмысқа шығуым керек, бірақ мен әлі жұмысқа шығуға дайын емеспін. Не то что жұмыс, мен өзім үйде әрең жүрмін, плюс после операции, плюс жаңағындай депрессия, ешкімді көргім келмейді, ештеңе істегім келмейді, тек жылап жата беру. Содан врачтар айтты, осылай 22 аптадан бастап босанған келіншектер, ол роды болып саналады, яғни әйел туды деп саналады да, оған ол балаға есім беріліп жерленеді, және справка о мертворождении беріледі екен, яғни баланың өлі туғанын растайтын анықтама. Сол менде больницада жатқанда ЗАГСтен сұратты қағаздар туу туралы, жолдасым екеуміздің удостоверениеміз, жеке куәлігіміз, сосын неке туралы куәлікті сұрады. Содан сол куәліктерді өз медсестра апарып тапсырып, копиясын сөйтіп жаңағыдай өтініш қалдырған екен. Сол шыққаннан кейін сол справка мертворождение алып, сол үйге документтердің арасына салып қойдым. Бұл менің енді 3-ші роды, жалпы 4-ші беременность, 3-ші роды болып саналады. Сол 22 аптадан бастап сол босанған келіншектерге до родовой емес, после родовой 56 күн ақшасы төленеді екен. Егер кесарево сечение болса, плюс 14 күн қосылады да, 70 күндік сізге декретные выплаты береді, ГЦВП береді, яғни құжаттарды соңға тапсырасыздар. Удостоверение, счет номері, больничный листті. Мінекей сөйтіп, мен әлі декретный алған жоқпын, бірақ жақында тапсырам, сосын барып аламын. Сосын тағы да айтайын дегенім, бала шетінегенде мен сол интернеттен, сол жаңағы уағыздар тыңдап, ютубтан, сонда бала шетінеген кезінде көңіл айту, ол отбасыға көңіл айту, жалпы кез келген жағдайда ол адам ғой, адам 22 аптадан кейін кәдімгі адам, дене мүшесі, 12 мүшесі толық қалыптасқан, бірақ не жизнеспособный, яғни өмір сүре алмайды, себебі өздігінен демала алмайды, дайын емес деген сияқты, әлі даму керек қой 40 аптаға дейін. Міне сондықтан баланы жерлеп, оған отбасына көңіл айту керек екен. Көңіл айту жаңағыдай ұзақ құшақтап тұрып, үнсіз ғана ештеңе айтпай, солай дұрыс деп ойлаймын. Себебі сен басың әлі жас, әлі туасың, анау-мынау деген әңгімелер, ол саған ауыр тиеді да. Себебі сен жас екен белгілі, бірақ саған дәл сол бала керек қой.
оның орнын басқа бала келіп сен тусаң да, 1 жылдан кейін тусаң да, 6 айдан кейін тағы көтерсең де, бәрібір ол баланың өзінің есімі бар, ол баланың орнын ешкім баса алмайды деген сияқты. Сондықтан айтпағым сол. Енді жаңағы жерлеу рәсімі болғанда, жалпы имамдар айтады былай, бала жылап дүниеге келсе, ондай жағдайда көп екен, жылап өмірге келіп 1-2 күннен кейін қайтып кетсе, яғни тірі туылып 1-2 күннен кейін, 1 апта, жалпы енді маңызы жоқ, жалпы қайтыс болып жатса, шетінеп кетіп жатса, онда ол балаға Құран бағышталады, яғни шапағатшымыз болсын деп біз айтамыз, өйткені олар періште, ешқандай күнә жасаған жоқ, ешқандай ештеңеде өмір сүріп үлгерген жоқ. Сондықтан, ал егер бала жыламай дегенде енді өлі туылса, мысалы менің жағдайымда өлі туылды, енді бірақ білмеймін, мен операцияда болғаннан кейін білмедім, мүмкін хотя бы жарты сағат болса да, мүмкін бірдеңе болды ма, бірақ енді әлсіз кішкентай ғана бала ғой, мында шынашақтай ғана бала, осындай ғана шынашақтай ғана бала, сол білмедім енді, бірақ маған сол өлі туылды деп жазылды. 800 грамм болып, таңғы 5-тен 3 кеткенде, өйткені мен түнгі 4-тен кете барған болатынмын больницаға. Сөйтіп, өлі туылған жағдайда, онда Құран бағышталмайды, тек қана жерлеу рәсімі болады деп айтады. Тағы да ютубтан қарасаңыздар болады, имамдардың уағыздарында нақты ашық айтылған. Енді мен айтамын сізге, осы құшақтап, қатты құшақтап, елестетіп, үнсіз ғана сізді құшақтай аламын, үнсіз ғана тұра аламын, ешқандай сөз айта алмаймын, себебі өте ауыр, өте қиын. Және сіздің бұл баланы сағынуыңыз, жоқтауыңыз, қимауыңыз, бұның бәрі нормальный явление, яғни дұрыс. Ол дені сау, эмоциясы бар адам, жүрегі қанша қатты болып, қатал адам болса да, ол тас емес қой, робот емес. Сондықтан да эмоцияны шығару, іздеу, ол дұрыс. Бірақ өзіңізді қатты кінәлі сезінбеңіз, жылағыңыз келсе жылаңыз, ол этап горевания дейді. Горе ол қайғыру этаптары, яғни әртүрлі, әркімде әртүрлі. Сондықтан да айтарым, мықты болыңыз, құшақтадым.